Қазақстан үшін ауыр жоғалту. Қазақстанға белгілі адам қайтыс болды. 4 ағайынды қылмыстық тобының жетекшісі Еркін Ізбасар қайтыс болды. Елімізге белгілі меценат, спорт жанашыры Еркін Ізбасар бүгін таңда көз жұмды деп хабарлайды бүгін Кезет порталы. Ақтөбеге ғана емес, елімізге белгілі меценат Еркін Ізбасардың қазасы туралы ақпаратты замандастар растады. Ол бүгін таңда көз жұмған. Ол кісі көптеген ауыр операция жасатты. Ұзақ жылдар бойы ауырды. Еркін Ізбасар қазақ спортын дамытуда, оның ішінде жас балаларды спортқа баулуда, тәрбиелеуде көп үлес қосты. Әкесі Жұмаш ағай бапкер болды. Өзі де палуан. Бірталай жігітке көмектесті. Ақтөбе облысында күрестің дамуына зор үлес қосқан адам десем болады. Токио олимпиадасының қола жүлдегері Нұрислам Санаевты алып келіп, Ақтөбе облысына ғана емес, қазақ еліне үлкен жеңіс сыйлады. Өзі мүгедек бола тұра қайырымдылық акциясына өте көп қатысты. Жоқ-жітікке көмектесті. Елдің азаматы, елдің батыры деп айтатындай азамат, деді облыстық мәслихат депутаты Марат Қойлыбаев. Видеомыз кеңінен таралу үшін және де барша көру үшін видеомыз жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Және де біздер өз командамыз атынан олардың жақын туыстары отбасына өз көңілімізді білдіреміз. Егер сіздер де өз көңілдеріңізді білдіргіңіз келсе, видеомыз астына бірден лайк белгісін басып қойсаңыздар болады.